Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Әне міне дегенше Рамазанның да соңғы 10 күндігі таяп келеді. Осы 10 күндікке қатысты біз не істеуіміз керек, қандай амалдарға мән беруіміз керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көзін көрген сахабалар соңғы 10 күндігінде құлшылыққа белін бекем буатын еді дейді. Бұл деген сөз соңғы 10 күндікте алдыңғы 20 күннен артығырақ құлшылық жасауға тырысу керек. Екінші, бұл Рамазан айының қадір қасиеті Құранның түсуімен болса, Құран қадір түніне түскен. Осы соңғы 10 күннің ішіндегі тақ түндерде қадір түні кездесетінін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір қатар хадистерде айтқан. Сол үшін де әсіресе осы тақ түндерде қадір түнін іздеп, қадір түніне түсіп қалар ма екен деп көбірек дұға жасап, көбірек құлшылық қылу, бұл адамның жүрегіндегі ниетті, ықыласты көрсетеді. Және егер шынымен де біздің сол құлшылығымыз қадір түніне сәйкес келіп қалып жатса, онда дүние мен ақыреттің бақытына қол жеткізгеніміз. Алла Тағала Рамазан айындағы жасап жатқан жақсылықтарыңызды қабыл етсін.